Естерінде болсын, әр уақытта кітапты тастамай оқыған адам әлемдердің патшасын айналады. Кім айтқанын білесіңдер ме? Кім? Мен? Бір ақын жазушының сөзі екен деп. Ұстазыма жазып қойыңшы деп едім. Жазып қоя бер, көп ұзамай мен де танымал адам боламын. Ал ақылды болсаң айтшы, жер бетіндегі айнаға ең көп қарайтын адамды білесің бе? Отыр ғой әне, Айнұр, одан асқан адамды көрмеппін. Жоқ, дұрыс емес. Айнаға ең көп қарайтын адам ол машинаның шофері. Балалар, осындай сұрақтарды қайдан табасың? Әлеуметтік желіде түрлі қызықтар бар, жаңалықтар күн сайын осы жерден. Қыздар, мына қараңдар. Қыздар, мынанға қаламызда керемет конкурс болғалы жатыр екен. Қане бер? Фотобайқау қаламыздағы мектеп жасындағы оқушылар назарына сіздерге фотобайқау болатын хабарлаймыз. Ең үздік деп саналатын фото авторлары қомақты жүлдемен марапатталады. Сәттілік балақайлар. Қыздар, мынау керемет қой, қатысайық. Я, қатысайық. Кеттік, ал мен балалар шақырайық. Бәлем, тағы дайырылып қалдым. Қазір, мен сені ұстап аламын. Шап беріп ұстап алғанда, өтінемін, мені жібеші, 3 тілегіңді орындаймын деген кезінде қуырып жеп қоямын. Маған да бөліп бересің ғой, ә? Әрине досым. Өй, тартып кетті ғой. Нанды әкел, Нұрбол. Нан дейсің бе? Нан таусылып қалыпты. А? Үлкен нан әкелген едім ғой, қалайша таусылады? Сен ол нанды балықтарға ақып келдің ба? Мен өзіміз жеймін деп нанды тауысып қойып өте дәмді болыпты. Мә, Нұрбол, енді не істеймін, на? Келгеніміз жаңа. Балық аулайтын жалғыз нанды жеп қойған нес. Мә, саған. Сасыба досым, менде бір идея бар. Балық деген өте ақымақ жаратылыс. Қазір мен оларды қатырамын. О, татып жатыр. Қош. Ой, қойш, одан да достарым шақырып жатыр, сояқа барайық. Сәлем, достар. Мен сабаққа бара жатырмын. Бүгін 3-ші маусым. Мен барлық сабаққа дайынмын. Мен бүкіл сабақтан 5 аламын. А? Не? Қазір каникул емес пе? Мен неге сабаққа дайындалып жүрмін? Мына видеоны өшірейін. А? Полиция? Полиция мұнда не істеп жүр? Бүгіндікке соңғыға. Қайқа барасында табыларсыңдар әлі. Ассаламағалейкум аға. Уағалейкум Бұлар кімдер? Бұлар ұрғарылар. Бұларды көрсең 10 километр айналып өт. Бұлар өте нашар адамдар. Бұларды бар ғой, біз ұстай алмай жүрміз. Қызық екен. Фотоға түсірген кезде ұстап алмадыңыздар ма? Фотоға? Алло, Айнұр? Я, болды, бара жатырмын. Соны кезінде нәп ойланбады ғой? Фотоға. Алло, братан, ақшам бәрін маған аудара бер, сохраненна болады. Айтпақшы, хан бізді класстастарымыз шақырып отқан еді, барамыз ба? Әрине. Жаяу ұрмайтын шығармыз, сен қай машинамен барасың? Генім бар, мен барам әрине. Ал мен Ламборгинимен барам. Кеттік ана тезірек барайық. Farhat dostum! Farhat dostum! Не болды тақылдап таң атпастан сағат 12-де? 9-ай ерте тұрып, 9-ай сабақ оқып, 9-ай шаршаған басаң деп ұйықтап жатсам, тыныштық па?
Досым, сен әлі ұйықтап жатсың ба? Маған сенің кітаптарың керек. Мәссаған, есіне адастың ба? Кітаптардың бәрін өткізіп жібердік қой. Ей, каникулда демалсайшы. Ой, қайда оқыған? Үйге қонақтар келейін деп жатыр. Мамам ғой, столдың астына кітап қоямыз деген. Не? Сонда сен кітап білім бұлағы деген мақалды кітап столдың астында тұрады деп ауыстырғансың ба не? Айтпақшы, конкурс жайлы естідің бе? Иә, жаңа WhatsApp'та ашып қарасам, қыздар балдар жиналып сол туралы ақылдасып жатыр екен. Кеттік онда. Қазір тұра тұр, мен мамама жазып жіберейін. Мама, алло. Фарқаттың үйінде кітап жоқ екен. Дастархан жерге жаясаңызшы. Кетеді. Болды. Балықтан жиналдыңдар, иә? Конкурс жайлы балықтарын естіп білдіңдер. Біз бар күшімізді салып, жеңіп шығымыз керек. Айтпақшы, бас жүлдеге қомақты сыйлық береді екен ғой. Шіркін, бас жүлде жеңілмесек, том-томмен кітап берсе ғой. Әсем, кітап берсе маған да берші. Оқуға ма? Жоқ, столдың астына қоюға. Бас жүлденің сыйлығы доп болса ғой шіркін, Кәдімгі көрінетін доп болса ғой. Жоқ, 6 метрлік қармақ болса ғой, зор болар еді. Қармағың бар ғой. Нан болса демейсің бе? Қыздар, жігіттер, арманда отыра бермей әрекет жасайық та. Не істеу керек, қыздар? Конкурс шарты бойынша ең үздік фото түсіріміз керек. Өй, біздің мектептің номері 7 ғой. 7 киелі сан, қарада тұрыңдар. Бас жүлде біздікі болады. Фотоны ақылдаспай тұра тұрыңдар. Бізге ең мықты фотограф керек. Кім бар? Біздің көшенің бас жағында бір керемет фотограф бар. Фотоға жақсы түсіреді. Кет. Балақайлар күліп тұрыңдар екен, аға, қарап тұрыңыз. Болды. 2000 теңге болды, аға. 2000 теңге? Қымбат қой 2000 теңге. Ойнап айдам, аға, 200 теңге ғой. Алдан асылмайды олар. Болды, 5 минут айналып келіңіз, дайын болады. Ағай, бізге фотограф керек. Алмаған су керек, шөлдеп тұрмын мен. Ағай, бізге кешке дейін фотоға түсіп үлгеру керек. Маған кешке дейін душқа түсіп үлгеру керек. Ағай, нан қараңызшы, қаламызда керемет конкурс болғалы жатыр. Бәні, конкурс дейді, фото байқау. Бұл фото байқауда жеңіске жеткен команда ауқымды жүлдесі бар дей ма? Иә, ағай, біз ғой фотоны жеңіміз келеді. Иә, соны жеңіміз келеді. Ағай, бүтініш. Ағай. Балалар, бірден айтайын. Бұл фото байқау өте қиын, өте ауқымды. Бұны бәрібір жеңе алмайсыңдар сендер. Бұл өте қиын. Үйлеріңе барып сабақтарыңды оқып жүре берсіңдерші. Каникул ғой қазір. Тем более үйге барып демалыңдар, не істейсіңдер ма? Жақсы, сау болыңдар. Фотоға түсеміз, фотоға. Бол, барыңдар, миды ашпаңдар. Фотоға түсеміз. Отырсаң фото. Фотоға түсеміз. Енді екі арықты шапсам бітіп қалатын шығармын. Ойбай. Тоқтаңдар шай. Не болды ал, айта беріңдер. Ағай, біз қалайда конкурста жеңіп шығуымыз керек. Біздің үйде конкурс болып жатыр ма не? Жоқ, ағай, қаламызда конкурс болып жатыр. Соған сіз сияқты мықты фотограф керек. Я. Мен сияқты ма әлде мен ба? Сіз! Түсінгендеріңе рахмет. Міне, мені тапқандарыңа рахмет. Жарайды. Ағай, сіз де Тоқта. Ей? Ағай, не істеп жатырсыз? Ей, өздерің бір инстаграмдарыңда бүйтіп шертіп қалсаңдар, киімдерің бірден ауысып, күшті киім киіп аламын ба деп тұрмын да.
Ана, кетпенді ала жүріңдер, кетпенді. Басып кетпен, гүлді басып кетпендер, басып кетпендер. Ай, қап, мына үлкен кісілер де қатысатын болған кезде бас жүлдені өзім алып тұр едім. Ана қомақты жүлде дегені өлтіріп барадыр ғой. Ай, қабат деген ай. Істесем болады деген, а? Сорта сөйлерес па? Барында ше, мұйт. Отыр, кет. Так, жасы 14-те деген. Жастарың нешеде? 10-да? Менде бір идея бар. Балалар, мен сендерді қазір әдемі қылып фотоға түсіріп берейін, я? Суретке түсірейін, әдем жерлерге апарам. Сосын сайысқа қатысасыңдар. Сайыста бас жүлдені алсаңдар, сол жерде жүлдені бөліп аламыз. Келістің? Қандай Бас жүлдеге ол жерде енді онша-мұнша ештеңе бермейді. Балмұздақ береді. Сендерге балмұздақ берем. Келістік па? Ол сендер фотоға түсірем, ә? Сайысқа қатысасыңдар, ә? Бас жүлдені аласыңдар, ә? Жүлдені маған бересіңдер, ә? Мен сендерге балмұздақ берем. Жүріңдер, кеттік. Ал, балалар, мен шаршадым. Қайтайық. Аға, келгенім жаңа ғой, қайтқан нес? Су ғой? Сендерді қайтар екен деп тұрсам, қоймайсыңдар, ә? Кеттік жүріңдер. Әдейіге айттым, сендерді қайтар екен деп. Сүреміз, кеттік. Жақсы сүреміз. Ол мұқты не істеп жүр? Түсінікті болды. Бізге қатыспаңдар деп өздері бас жүлдені жеңіп алмақшы болыпты ғой. Жарайды, ештеңке етпес. Біздің фотоларымызға бәрі бір жетпейді. Шаршадыңдар ма? Иә. Айлды айналайындар, иә. Мен де шаршадым. Енді көп түсірдік. Осыда жетіп қалатын шығар деп ойлап тұрмын. Енді мен осында қала берейін, таза ауада дем алып отыра берейін. Мен де шаршадым. Енді сендерге сәттілік, істеріңе береке берсін. Апарып тапсыңдар. Иә, тапсыңдар. Иә, келмеңдер. Орын алыңдар, мықты орын алыңдар. Айналайындар. Қашып кетсем деген, ә? Фотоаппаратым бар екен, бұлардың қолында. Қап. Ағай, мына біздің фотоаппарат 7-ші мектеп. Ағай. Жарайды. Тастап кете бер. Әнім олайсын, жақсың ба? Жақсы. 38-ші мектептің фотоаппараты, мен жазып қойсылай. Жарайды. Армысыңдар сайысқа қатысушылар, бастамас бұрын тексеріп өтейін. Өз фотоаппараттарын өткізген мектептер тізімі. Номері 8-ші мектеп, 3-ші мектеп, номері 23-ші мектеп, 1-ші мектеп, 25-ші мектеп, номері 38-ші мектеп және номері 18-ші мектеп. Барлығы аталды ма? Ағай, біздің мектеп айтылмады. Сіздер қай мектептенсіздер? 7-ші. Менің қателесу мүмкін емес. Бар болса, мен барлығын атадым. Егер тапсырмасаңдар, әлі 20 минут бар. Үлгересіңдер. Ендеше сайысқа қатысушылар сәттілік. Фотоаппарат қайда?
кеткен едім ғой. Иә? 7-ші мектеп деп. Аха. Сол қаны? Білмедім. Маған берілген фотоаппаратымдар мен ұйымдастырушыларға өткіздім. Ағай, ол жоқ болып шықты. Қарындасым, айналайын, мен білмеймін, ренжіме. Мен жұмысым аяқталды. Той бір. О, мына жер көлеңке екен. Балалардың сайысы бітем дегенше демалып отыра тұрайын. Ей, мыналардың келе жатқаныз? Сайыстары бітіп қалған ба демде? Не болды? Болмады ма? Өтпей қалдыңдар ма? Ағай, біз сізге бір сұрақ қойсақ бола ма? Қой. Негізінде адам баласына ашулануға болады ма? Енді ашуланған деген нәрсе жақсы нәрсе емес енді. Ашуланбаған жақсы. Біріңді бірің кешірген жақсы. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді. Ақылыңа ақыл қосайды. Наны қарасайшы şimdi. Ақылыңа ақыл қоссаң ашуланбайсың. Ақылды боласың міне. Адамдар бір-біріне мейірімді болу керек. Бір-біріне жанашып тұру керек. Міне, Алла тағаланың өзі мейірімді. Адамды мейірімділікпен жаратқан, көрдің бе? Бір-біріне мейірімді шашып тұру керек бір-біріне. Күліп жүру керек. Күліп ашуланбай, бір-біріне кешіріммен қарап күліп жүру керек қой. Міне, айналайындар. Ағай, біз сіздің фотоаппаратыңызды жоғалтып алдық. Жаңа ашулануға болмайды деп айтып қойдың бе? Дұрыс айттың ба? Ой, фотоаппаратта. Мейлі енді. Бір машиненің құны өтті, бір машиненің құны ол. Бұрыннан келе жатқан. Мейлі. Енді оның да бір қайыры бар шығар. Ашуланбау керек, ашуланбай. Мейлі. Артынан қайырын берсін, мейлі. Балалар, өкінбей-ақ қояйықшы. Мен үшін осы күн өте керемет өтті. Расымен де, былай бәріміз бірге бір күн өткізбеуші едік. Бүгін ең керемет күн болды. Иә, әйтпесе күннің астында балық аулап отыратын едік. Нанды жеп қойған Нұрболға да рахмет. Айтпақшы, жетім бір нәрсе бар ма? Қарным ашып өтті ғой. Күле бермей отыр шей. Фотоаппаратым қайта-қайта есіме Жана, Сапаркте Фархаттың қорыққан көріндер ме? Ей, менің орында бұрсаңдар, барлықтарын қорқушы едіңдер ғой. Шөптің арасында бір нәрсе қимылдап отырса. Мен ғой сол шөптің арасында болған. Балалар, сайысқа қатыспасақ та, ішке кіріп, жеңімпаздарға қолдау көрсетіп, қошемет тұрып отырайық та. Бар. Сау болыңыз. Ендеше құрметті көрермендер, сайыс нәтижесі бойынша үздіктер қатарында жүлделі 3-ші орын алған үшін номер 25-ші мектеп марапатталады. Ал құттықтаймыз балалар. Жеңістерің құтты болсын. Жүлделі 2-ші орын. Номері 18-ші мектеп. Ал жеңістеріңіз құтты болсын. Құттықтаймыз балақайлар. Сонымен, қаламыздағы ең үздік мектеп пен ең үздік фотоны анықтайтын сәтте келді. Қаламыздағы ең үздік фото қандай фото? Ең үздік балалар кімдер? Ендеше көп созбайын. Бас жүлде номері 7-ші мектеп. Құттықтаймыз балалар. Олар, келіңіздер, сыйлықтарыңызды алыңыздар. Неге отырсыздар? Номер 7-ші мектеп. Қарсы алыңыздар. Бас жүлде құтты болсын. Бір ауыз сөздеріңіз болса, мархабат. Ағай, біздің қай суретіміз бас жүлдеге иеленді? Қазір экраннан шығарамыз. Балақайлар, Қазылар алқасының шешім бойынша бұл фотода нағыз шынайылық, кішіпейілділік, ізгілік жатыр. Суретке жай түсе салу оңай әрине.
ол болады. Ал суретті сөйлете білу, ол үлкен өнер. Сіз осындай жетістікке жетіп отырсыздар. Ал құттықтаймын. Құрметті сайыскерлер, құрметті көрермендер, осымен сайысымыз тәмам. Қош, сау болыңыздар. Құтты olsun балалар, біз жеңдік. Бірақ бағана фотоларды кім түсірді? Сен білесің ба? Жоқ. Сәлем достар, жүлде құтты болсын. Әлгі фотоны түсірген біз едік, кешірім сұраймыз. Сендер ме? Біздің фотограф ағайымыз қуыққа барды. Сендердің фотоаппараттарыңды байқатпай алып қойып, біздің жеңгенімізді қалады. Соны көріп тыныш тұра алмадық. Әділдік болсын деп өзіміздің суреттерімізді тез-тез өшіріп, сендерді түсіріп алған едік. Біз олай боларын білмедік. Сайыстың әділ өткенін қаладық. Бізді кешіріңіздерші. Енді сендер біздің достарымыз. Келіңдер. Ай, қайран фотоаппаратым, ай, қайран фотоаппаратым, ай. 40 жыл серік болған фотоаппаратым, ай. Ай. Не болды шуылдап, не болды сондай шуылдап? Жай сөйлеңдер, не болды? Ағай, сізге көп рахмет. Біз сайыста бас жүлдені жеңіп алдық. Не дейді ай, қаны? Ай, жарайсыңдар, міне. Тамаша ғой мен. Жеңістерің құтты болсын. Бәрекелді, жарайсыңдар. Біз сізге сыйлық бергіміз келіп тұр. Камера. Міне, сіздің армандығыңыз фотоаппарат. Не дейді ай? Мұнаны маған бересіңдер ма? Міне, рахмет, мұнау. Айналайына бір мәшінеміз, мұнау 2 мәшіненің құны тұратын фотоаппарат қой мұнау. Міне, айттым ғой, әр нәрсенің артынан қайыры болады дедім ба? Міне, қайыры бар екен, ашыланған жоқпын жаңа, Ашыланған жоқпын. Міне, өмірімдегі 2-ші арманым орындалды. Міне. Ал сіздің бірінші арманыңыз қандай еді? Бірінші арманым үйге қайтып еді. Жіберіңдерші мен айналайын. Қайтайықшы үйге.